Саламатсыздар 10 сынып оқушылары. Бүгін біз 490-ға арналған бірінші БЖБ-мыз магнит өрісі бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Балалар, бұл бізде жаратылыстану және математика бағыты бойынша. Жалпы балалар, бізде 5 тапсырма берілген екен, жеке-жеке тапсырмалар бар екен. Ал бірінші тапсырмадан бастап орындайық. А нүктесінде магнит өрісінің бойымен И1 және И2 бірдей токтар ағып, сурет жазықтығына перпендикуляр орналасқан дейді. А және Б жағдайлар берілген, өткізгіштер тудырады дейді. Міне А жағдайы және Б жағдайы балалар. Енді А тапсырмасында әр жағдай үшін А және Б, А нүктесіндегі В1 және В2 векторларының бағытын анықтаңыз депті, және Б тапсырмасында өткізгіштердің өзара әрекеттесу туралы қорытынды жасаңыз депті балалар. А жағдай үшін векторлардың бағытын В1 және В2 векторлардың бағытын сызып көрсетейік балалар. Тогымыздың бағытына байланысты балалар А жағдайында бізде екеуі де жоғары қарай бағытталады екен. Екі стрелкамызды жоғары қарай бағытталады, яғни В1 болсын, мынау В2 болсын балалар. Ал Б жағдайында балалар бізде тогымыздың бағытына байланысты екеуі екі жаққа қарай кетеді екен. Сонда мынау В1 болса, астына В2. Енді балалар, Б тапсырмасында бізде өткізгіштердің өзара әрекеттесуі туралы қорытынды жасаңыз деген балалар. Енді ол жерге балалар А жағдай үшін жазатын болсақ, А жағдай үшін балалар мына формуланы қолданамыз, яғни екеуі бағыттас болғандықтан бір-біріне қосылады В2 дейін. Сонда балалар 2В болады екен. Міне. Ал Б жағдай үшін балалар бізде екеуіне қарама-қарсы бағытта болғандықтан бір-бірінен алынады балалар. В1 минус В2. Сонда балалар Б жағдайында бізде 0-ге тең болады екен. Осылай жазып қоямыз, Ал дәптерге былай жазып қойдым, осылай жазып қоямыз. Ал екінші тапсырмамызда Вилсон камерасы зарядталған бөлшектерді бақылауға мүмкіндік беретін құрылғы дейді. Ол біртекті магнит өрісіне орналастырылған, шыныдан жасалған герметикалық жабық ыдыс. Суретте ішінде біртекті магнит өрісі тудырылған Вилсон камерасы бейнеленген дейді балалар. Бізде жалпы 3 тапсырмасы бар екен. А тапсырмасында камера ішіндегі магнит өрісінің бағытын анықтаңыз депті. Міне магнит өрісіміз балалар. Бағыты балалар бізден ары қарай бағытталады. Сонда былай жазып қойып, X-ті қоршап қойып, бізден ары қарай бағытталады екен міне. Ал Б тапсырмасында Вилсон камерасы көмегімен зарядталған бөлшекті сипаттайтын қандай екі шама туралы мәлімет алуға болады дейді. Ал С тапсырмасында бізде камераға электрон, протон, нейтрон және альфа бөлшегі ұшып кірді дейді. Бөлшектердің тіректері суретте 1, 2, 3, 4 цифрлармен көрсетілген дейді. Осы бөлшектер мен тіректер номерін сәйкестендіріңіз депті. Балалар, мына жерде 1, 2, 3, 4 мына жерде суреттер бейнеленген балалар, соны біз ажыратып сәйкестендіруіміз керек екен. Енді бірінші электрон балалар, бізде электронымыз мына жерде екінші бағыт, былай бағыты, былай қарай бағытталады екен міне. Сонда оны 2-ге алып барамыз. Келесі протон. Протон балалар бізде 3 міне, мынаған алып барады. 3-ге алып барамыз. Ал альфа бөлшегіміз балалар бізде 4-ші графигіміз, мына бөлшегіміз міне. 4-ші графикке алып барамыз. Ал нейтрон балалар міне тіке қарай бағытталады екен, 1-ші графикке алып барады балалар. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабын жаңа айтып өттім. Б тапсырмасының жауабына: егер Вилсон камерасы магнит өрісіне орналастырылса, онда бөлшектің қозғалыс траекториясын анықтай отырып, біз бөлшектің заряд белгісін иілу бағыты бойынша, оның массасын, энергиясын, зарядын, траекторияның қисықтық радиусы бойынша анықтай алады екенбіз балалар. Ал С тапсырмасының жауабын ретімен жазып қойдым. Ал үшінші тапсырмамызда циклотрон құрылысының сызбасын пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз депті. Ал жалпы 2 тапсырмасы берілген екен, балалар, міне сызбасы берілген, міне дуанттар, А тапсырмасында дуанттар деген не үшін қолданылады депті. Ал Б тапсырмасында осы сызбадағы магнит және электр өрісінің рөлін түсіндіріңіз деген екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабы: күшті магниттердің полюстері арасында вакуумды камера қойылады. Камера ішіне 2 жарты цилиндрді қуыс қорап орналастырылады. Бұларды балалар дуанттар деп атайды екен. Дуанттарға айнымалы кернеу беріледі. Ал Б тапсырмасының жауабына: магниттің тудыратын магнит өрісі біртекті және дуанттардың жазықтығына перпендикуляр болады екен. Егер зарядталған бөлшектер дуанттардың арасына қойса, электр өрісінің әсерінен үдей қозғалып, бірінші дуант ішке кіреді екен. Бөлшекке енді магнит өрісі әсер етіп, бөлшек жарты шеңбер жасап қайта дуант арасындағы саңылауға келеді балалар.
Бұл уақытта дуанттардың полярлығы өзгереді, бөлшек тағы үдеу алып, екінші дуант электродына ішіне кіреді екен. Осылай балалар, бөлшек әрбір жарты шеңберді жүрген сайын, яғни дуанттан дуантқа өзгерген кезде энергиясын арттырып отырады екен. Ал төртінші тапсырмамызда жалпы 3 тапсырмасы бар екен. Заттың магниттік өтімділігі ұғымына анықтама беріңіз депті. Б тапсырмасында ферромагниттердің басты 3 қасиетін көрсетіңіз депті. Ал С тапсырмасында ферромагниттерге жататын заттардың астын сызыңыз деген екен. Ал астын сызып өтейін балалар. Бізде ферромагниттерге никель жатады, кобальт жатады және темір жатады екен балалар. Соңғы тапсырмамызды оқып кетейін балалар. Магниттік материалдардың қолданылған 2 мысал келтіріңіз деген екен. Ал балалар, жауабын жазып қойдым. А тапсырмасының жауабы: заттың магниттік өтімділігі, яғни мю әрпімен белгіленеді. Бұл ортаның магниттік қасиеттерін сипаттайтын өлшемсіз шама, және ол ортаның магнит индукциясы векторының модулінің кеңістіктің сол нүктесіндегі вакуумдағы магнит индукциясы векторының модуліне қатынасына тең болады. Міне өрнегін жазып қойдым. Бұның өлшем бірлігі болмайды. Ал Б тапсырмасында балалар ферромагниттің 3 қасиетін жазыңдар деген. 3 қасиетіне балалар: бірінші, әрбір ферромагниттік кюро температурасы деп аталатын белгілі бір температурасы болады балалар. Ал екінші, ферромагниттік материалдар жұмсақ магнитті және қатаң магнитті материалдар деп аталатын 2 үлкен топқа бөлінеді. Ал үшінші, магниттік өтімділігі тұрақсыз балалар. Ал С тапсырмасын жаңа жазып өттім, белгілеп өттім. Никель, кобальт және темір жатады дедім. Ал 5-ші тапсырмамыз соңғы тапсырмамыздың жауабы балалар. Магниттік материалдар магниттік қасиетіне сәйкес техникада қолданылуы әртүрлі болатын заттарды айтады екенбіз балалар. Магниттік материалдар негізінде құрылғылар тұрақты магнит өрістерін тудыру үшін, магниттік энергия ағындарын шоғырландыруда, магниттік жазба үшін, яғни магниттік таспалар, дискілер, магниттік құрылыста, темір жолда және тағы басқа кеңінен қолданылады екен балалар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.